Сәлем баршаңызға. Бүгін орамалдың 4-ші күні. Жалпы алдыңғы видеоларда түсінбеген кісілер көп екен. Қалай қырыққанымды, қандай өлшем алғанымды біреулер тез түсіндір деп айтқан екен. Сондықтан қысқа әрі нұсқа қылып түсіндіремін. Бұл үшін мен әуелі осындай орамал таңдадым. Бұл үлкенде орамал, кең, өте. Бұл да 90 сантиметр. Енді бұл орамалға біз арнайы дайын, түсінбеген кісілерге дайын осындай лекала сызып қойдым. Мынадай лекала. Осы бетті скриндап алыңыздар. Міне мынау маңдай бөлігі, яғни маңдай бөлігінде мынау 44 сантиметр общий. Былайынан 5,5 және 7,5 сантиметрден көтердім. Бұл маңдайшасы. Содан кейін резинка тұратын жері. Осынан мынау тіккен жері, мынау орамал мынандай болып келеді ғой. Осы тіккен жерден былайынан 45 сантиметр жоғарыға көтеріп аласыздар. Міне 45 сантиметр. Екі жанынан, мына екі жанынан 15 сантиметрден көтересіздер. Және айналдырып, осындай доғал кетіп, сызып, осылай дайындап аласыздар. Осы бетті осылай қоямын, скриндап алыңыздар. Міне түсіріп алсаңыздар, енді орамалға кірісейік. Қай жерін қырқам деген кісілерге, міне тұтас орамал ғой, кәдімгі 4-пішті, міне орамал 90 сантиметр. Сол 90 сантиметр орамалды осылайынан 2 бүктедім. 3 бұрыштап, міне осылайынан 2 бүктеп, мынау қақ ортасынан қырқып аласыздар, қақ ортасынан. Міне қазір мен бүктедім. Және қақ ортасынан қырқуды бастаймын. Міне бір орамалды 2 бөлікке бөліп аламыз осылай міне. Осындай бір бұрыш және осындай бір бұрыш шығады. Осының біреуін ғана алып бастаймыз. Мынау орамалдың бір бөлігі, мынау екінші бөлігі. Мынаны пайдаланамыз. Ал мынадан маңдайшасын қырқып алатын боламыз. Міне бір бөлігі мынау. Енді осыдан маңдайшасын қырқып алатын боламыз. Біздегі мына бөлік тұтас болу керек. Сол себепті мына материалды 2 бүктейміз. Осылайынан бір бұрышын таңдап алып 2 бүктедім. Содан кейін мынаны қойып қырқып алдым. Міне алдыңғы бөлігін қиып алдық. Тұтас қылып. Енді осы бетіне дублерин жабыстырамыз. Міне дублерин қырқып алдық. Міне білмейтін кісілер үшін бұл дублерин матаны қатайту үшін керек. Мына жағында клей жағын матаны теріс жағына жабыстырамыз. Өтекпенен өтектеп аламыз. Сол кезде ол жабысады. Енді осыны жабыстырып, бірден былайынан өтектеп алатын боламыз. Маңдайша бөлігін осылайынан дайындап алдық. Міне осылайынан тұтас болады. Жабыстырдық, өтектедік. Осылайынан өтектеп алдық. Енді айналдырып оверлокпенен тігіп шығамын. Маңдайша бөлігі міне дайын. Осындай оверлоктап алдық. Міне. Ендігі мәселе. Енді орамалымызға кірісеміз. Орамалымыздың осы жарты бөлігін, таңдап алған жарты бөлігін аламыз да 2 бүктейміз. Қақ ортасына 2 бүктейміз. Осылай бүктейміз, 2 бүктеп, қақ ортасын белгілеп аламыз. Осыны жайып, жаңағы қақ ортасынан белгілеген. Мына маңдайшасының тігілетін жерін көздеп аламыз. Бұны да қақ ортасын белгілеп аламыз.
міне қақ ортасы мына жерге келіп тұр. Демек тігіс мына жерден басталады. Тігіс басталатын жерді белгілеп аламыз. Осылайынан. Белгілеп алдық. Енді осы маңдайшасын тігетін жерге мынаны екі шетін тігіп аламыз. Мынадай тігіс жүргіземіз. Яғни мынаны 0,5 етіп бір тігіп аламыз. Одан кейін артығын қырқып, екіншісін былай қойып, тағы бір тігіп аламыз. Міне біз орамалымыздың екі шетін тігіп алдық. Міне мынадай қылып тігіп алдық. Мына бұрышында мынадай қылып тігіп алдым. Енді ортаңғы бөлігіне келеміз. Ортаңғы бөлігіне келіп, әуелі мынау ортаңғы бөлігін табамыз. Центрін тауып, центрін араға келіп тұр. Осыдан былайынан инемен қадап алатын боламыз. Болды. Енді осылайынан тігіп шығатын боламыз. Біздің орамалымыз почти дайын болды. Міне осылай тігіп шықтым. Қосып. Енді сіздерге көрсететінім, осы жерде көбісі түсінбепті, қалай болды, түсінбей қалдық деп жатқан кісілер көп. Соған арнайы жинағы мынадай лекала дайындап алғам. Тағы да бір көрсетейін. Мына жақ қапталға міне тіккен жерімізден мынаны былай қарай қоя тұрамыз. Осылайынан міне мына центрден жоғары қарай 45 сантиметр. Центрден. Мынадан 45 сантиметр өлшегенбіз. И мына жақтан, мына жақ қапталдан 15 сантиметр. Және мына жақ қапталдан тоже 15 сантиметр. Осыған келтіріп, былайынан сызып аламыз дайын кейін. Жаңағы сызып алған жерімізді, міне осы жерді машинкаға жинайтын боламыз. Яғни 5 сантиметр менен тігіп шығып, гармошка етіп аламыз. Бір кісі солай жазыпты, солай көріңіз деп, соны жасап көреміз. Негізі мен бұрын бірден резинканы айналдырып тігіп шығатынмын. Қазір гармошка жинап көреміз. Айналдырып тіккенімізді енді жинап көреміз. Енді резинкамызды қойып шығамыз. Нарда 1 сантиметр қалдырып кеткен. Осылайынан.
осыны мына не бойынша жиырып мына жаққа алып келеміз. Енді осыны былайынан жинайтын боламыз. Жалпы міне осылайынан жиналған жерге осылайынан тігіп шықтық. Бірақ жинап алып тігу деген маған 50% ұнаса, 50% ұнаған жоқ. Өйткені артындағы жіптерін сөгіп алып тастап отыру қажет болды. Оның бәрі уақыт. Сондықтан да мен өзімнің бұрынғы методыммен тіге беретін болам ендігі жолы. Міне осындай дайын орамал шықты. Енді сіздерге қалай бастап тұратынын көрсететін боламын. Байламсыз орамалды тағы да бір орамалдан осылай тіктім, анығырақ түсіндірдім деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.